Сәлеметсіңдер ме, балалар? Біз бүгінгі сауат ашу сабағын сендермен қашықтықтан өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы О дыбысы мен әрпі. Қазақ алфавитінде О дыбысы қандай түспен белгіленіп тұр екен, балалар? Қызыл түспен белгіленіп тұр. Дұрыс айтасыңдар. Қызыл түспен белгіленсе, ол дауысты дыбыс па, дауыссыз дыбыс па? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. О дыбысы дауысты дыбыс екен. О, кәне бірге қайталап айтайықшы. О, яғни О дыбысы дауысты дыбыс екенін біз дауысымыздың, үніміздің ешқандай да кедергіге ұшырамай еркін шығуынан да біле алады екенбіз. Яғни О дыбысын айтқан кезде өкпеден шыққан ауа ешқандай кедергіге ұшырамай еркін шығады екен. Кәне тағы бірге қайталайықшы. О, яғни О дыбысы дауысты дыбыс. Дауысты дыбыс болғандықтан ол қазақ алфавитінде әліппеде қызыл түспен белгіленіп тұр екен. Кәне балалар, әріптің таңбасымен танысайықшы. О әріпі неге ұқсайды? Мына суреттерге назар аударыңдаршы. Допқа ұқсайды екен, дөңгелек тоқашқа ұқсайды екен, және велосипедтің дөңгелегіне ұқсайды екен. Яғни дөңгелек тәрізді сопақша келген заттарға ұқсайды екен. Әліппедегі О дыбысына назар аударайық. О дыбысы мында қызыл түспен белгіленіп тұр. Яғни қызыл түспен белгіленіп тұрған О дыбысы кітапта осылай жазылса, әліппенің соңғы жағында, аяқ жағында дәптерге жазудағы үлгісі сіздерге көрініп тұр. Мында О әріпінің жанында құрал тұр. Яғни бұл құралдың аты орақ деп аталады. Бұл құралмен шөп оруға болады. Кәне бірге айтайықшы. Орақ неше буын екен? 2 буын. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Және мында торғайдың суреті тұр, қойдың суреті тұр, және тонның суреттері тұр екен. Бұл суреттерде де, бұл сөздерде де О дыбысы бар екен. Яғни торғай сөзінде, және қой сөзінде, және тон сөзінде алғашқы әріптен кейінгі екінші әріптер О дыбысы екен. Енді балалар, буынға бөліп сөздерді бірге айтып жаттығайық. Мына бөлме жиһаздарының ішінен қай жиһаз О дыбысынан басталады екен? Өздерің кәне тауып көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Орындық. Яғни орындық сөзінде О дыбысы сөздің басында кездеседі екен. Кәне орындықты буынға бөліп айтайықшы. Орындық. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Мында астында 3 төртбұрышты белгі тұр. Ол, яғни 3 буыннан тұратындығын көрсетіп тұр екен. Келесі суретке назар аударайық. Мында ненің суреті тұр екен? Қоянның суреті. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Кәне қоян сөзін бірге буынға бөліп оқиықшы. Қоян. Өте дұрыс. Яғни қоян сөзі 2 буыннан тұр екен. Мына суретке назар аударайық. Бұл сурет ненің сурет деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл сурет лимонның суреті. Кәне лимон сөзін буынға бөліп айтайықшы. Лимон. Неше буын екен? 2 буын. Жарайсыңдар, балалар. Лимон сөзінің 2 буын екені астыңғы шартты белгіде де көрініп тұр екен. Көк түспен белгіленген шартты белгі 2-ге бөлініп тұр екен. Келесі суретке назар аударайық. Бұл ненің суреті? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Торғайдың суреті екен. Кәне бірге буынға бөліп айтайықшы. Торғай. Неше буын екен? 2 буын. Жарайсыңдар, балалар. Келесі суретпен танысайық. Бұл құстың аты тоқылдақ деп аталады. Тоқылдақты буынға бөліп айтайықшы. Тоқылдақ. Неше буын екен?
3 буын. Жарайсыңдар балалар. Келесі суретке назар аударайық. Бұл мен жаңа айтып кеткен әліппедегі құрал, яғни шөп шабатын құралдың атын орақ деп атайды екен. Кәне, орақ сөзін бірге буынға бөлейікші. Орақ. Неше буын екен балалар? 2 буын. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Орақ сөзі 2 буыннан құралған екен. Енді мына суретке назар аударыңдар. Мұнда балалар не істеп отыр? Жарайсыңдар балалар. Дұрыс айтасыңдар, балалар ойнап отыр. Яғни, бұл суретке ойын деп ат қойсақ болады. Кәне, ойын сөзін буынға бөліп айтайықшы. Ойын. Неше буын екен? 2 буын. Өте дұрыс. Балалар, сендер буынға бөліп айтуды өте жақсы меңгеріпсіңдер. Енді біз буындарды жылдам оқып үйренейік. Кәне, менімен бірге қайталаймыз. От, ор, он, ол, ой, то, ро, но, ло, шо. Өте жақсы. Балалар, менімен бірге қайталап болғаннан кейін өздерің аналарыңа осы буындарды оқып беріңдер. Келесі буынға бөліп оқиық. Енді барлығымыз бірге мына берілген сөздерді буынға бөліп айтайық. Торай, торай, тон, торғай, торғай, той, ойна, ойна, ойла, ойла, тор, топ. Жарайсыңдар балалар. Бұл берілген сөздерді аналарыңа өздерің оқып беріңдер. Енді келесі сөздерді буынға бөліп оқиық. Отан, отан, орау, орау, тоғай, тоғай, шортан, шортан. Жарайсыңдар балалар. Енді біз сөйлемдерді оқиық. Балалар, байқайсыңдар ма? Басында біз бір сөзді, 2 сөздерді ғана оқып жүруші едік. Енді біз әріптермен таныса келе сөйлем оқуға да үйрене бастадық. Енді менімен бірге мына сөйлемдерді қайталаңдар. Орал, ата, шаруа. Мұнда мен ең бірінші буынға бөліп оқып бердім. Енді буындарды қосып оқиық. Орал, ата, шаруа. Ол шопан. Ол шопан. Балалар, кез келген сөзді буынға бөліп оқып болғаннан кейін әріптерді қосып оқуға дағдыланайық. Енді сіздерге тапсырмам. Сауат ашу оқу және жазу кітабындағы О әріпін оқу, суреттерді бояу, әріптерді бастыру. А, Т, П, Н, Г, Р, Л, У, Ш, қысқа И, О әріптерін оқу, қайталау. Дәптерге О әрпінің бас және кіші әрпін ору, ора, ойла, ойна, той, тон, орал, отан, он сөздерін жазып бересіздер. Көркем жазу дәптеріндегі О әрпін жазасыздар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Назарларыңызға рахмет.